Сәлем достар, қалайсыздар? Мен кішкентай 1-2 жас қыздарға арналған сарафан тігетін боламын. Менде осындай майканың дайын выкройкасы бар, содан мен сарафан тігіп аламын. Видеода көрсетілгендей, мен бірінші алдыңғы бөлікті тігіп аламын. Матаны мен екі рет қайырдым. Видеоға мұқият қараңыздар. Сарафанды мен трапеция етіп қиып алдым. Қазір алдыңғы жақта көреміз, трапеция егер үйлесетін болса, трапеция қылып қалдырамын, немесе прямой қылып жасаймын. Әзірге трапеция қылып қиып алып жатырмын. Менің сарафанның алдыңғы бөлігі дайын болды. Мен алдыңғы бөлігіне 2 сантиметрдей мата артық жасадым. Себебі мұны видеода көріп тұрғаныңыздай, мен ортасынан тігіп, алдыңғы жағын әдемі қылып жасау үшін ортасына 2 сантиметрдей орын қалдырдым. Енді артқы бөлігін жасаймыз. Ол да өзіңізге керекті размер бойынша жасап жатырмын. Артқы бөлігіне де мен 2 сантиметрдей орын қалдырып жатырмын, себебі біз артына ілгек орнататын боламыз. Мен бұл матаны өзімнің көйлегімнен қалған мата болатын. Сол ұзындығы енді кішілеу болып қалуы да мүмкін, белгісіз. Бірақ та мен сол қалдық матаны босқа тастамайын деп, кішкентай сарафан жасағалы жатырмын. Енді артқы бөлігін қиып алып жатырмын. Біздің артқы бөлігімізді мұны көрсетіп жатырмын. 2 сантиметр менде артық. Ол маған қазір сарафанның артына ілгек орнату үшін керек болады. Енді мен мына артқы бөлігін 2-ге бөлуім керек. Видеоға мұқият қарап, менен қайталап жасауыңызға болады.
Мына біздің алдыңғы бөлігіміз және артқы екі бөлігіміз. Мен уже екіге бөліп алдым. Енді алдыңғы бөлігіміздің 2 сантиметр жаңа артық жерін өлшеп аламыз, сызып аламыз. Соны бір түзу сызықпен линия бойынша тігіп шығамын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен линия бойынша сызып шықтым, және мына матамызды ортасын тауып, осылай қайырып қоямыз. Қайырамыз да ортасынан тағы да бір түзу тігіспен үстіңгі жағынан тігіп шығамыз. Сонда біздің осы алдыңғы бөліктің екі жаны кішкене орын болады. Оны қазір мен сіздерге қалай жасауды көрсетемін. Міне менде осындай тесма бар. Осы тесманы мен бір бөлігі үлкен болғандықтан оны ортасынан кесіп аламын. Және жаңағы алдымыздың тіккен бөлігімізде мына жанында орын бар. Соған арасына қойып, осылай әдемі қылып жасап тігіп шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі сарафан шығайын деп тұр бізде. Осылай тесманы әдемі етіп, бірінші түйреуішпен түйреп алыңыздар. Содан кейін барып асықпай дұрыстап тігіп шығамыз. Енді менің мына сарафанымның артқы бөлігін 2 сантиметр тоже белгілеп аламыз. Артқы бөлігімізге жаңа дублирин жабыстыратын боламыз. Себебі матамызды артқы ілгек орнататын жеріміз созылып кетпеу үшін дублирин матамызды қатты етіп ұстап тұрады. 2 сантиметр қылып ұзындық бойынша өлшеп, соны қиып аламын. 2 бөлік. Дублиринді түкпен түктеп алдым. Соны 2 сантиметрге ішке қарай қайырып тігеміз. Оны әзірге тұрамыз. Ол бірінші бізге сарафанымыздың ішкі бөлігіне астар салуымыз керек болады.
оны енді сарафан бойынша дәл солай етіп қиып соны тігіп шығамыз. Ол үшін бізге мойыннан тігу керек және екі жеңінен тігіп шығу керек. Және мен оны тігіп алдым да астарын оң жағына қарап қайырып, қайтан сыртқы бөлігінен 1 миллиметрге қалдырып, соны айналдырып тігіп шықтым. Тігіп шығасыз. Үтікпен үтіктеп алыңыз, содан кейін барып тігіп, түзу тізгіспен тігіп. Артқы бөлігінде осылай мен видеода көрсетіп тұрғандай екі мойнынан сосын екі қол жағынан тігіп шығасыздар да оң жағына айналдырасыз. Енді біздің иық бөлігімізді қосып шығамыз. Сарафанымызбен алдыңғы артқы бөлігін қосып алғаннан кейін барып, екі жанын тігіп шығуымыз керек. Мына сіздерге видеодан мұқият көрсетіп жатырмын. Дәл осылай мен сияқты тігіп шығыңыздар.
Енді біздің сарафанымыздың артқы ілгек орнататын жерін дұрыстап бәрін қарап алыңыздар. Бәрі дұрыс тұр ма екен, дұрыс жасалды ма? Қарап алғаннан кейін барып, екі иығын қосып тігіп шығамыз. Енді сарафанымыздың артқы бөлігіне ілгек орнатуымыз керек. Соған мен сызып дайындап жатырмын. Ілгек тігетін жерді қалдырамыз да, астыңғы бөлігін түзу тігіспен тігіп шығамыз. Себебі біздер сарафанымыз ілгек орнататын жер тек қана кішкентай бөлігіне ілгек орнатамын, ал астыңғы жағын мен түзу тігіспен тігіп шығамын. Міне менің осындай әдемі сарафаным дайын болды. Мен астыңғы бөлігіне осындай тесма орнатқан болатынмын, себебі әдемі болып тұрсын деп. Осындай әдемі сарафан дайын болды. Артқы ілгегі бәрін орнатып қойдым. Егер сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тағы да осындай керекті ақпараттармен бөлісіп отырамын.